Қайырлы күн, қазақ елі. Біз білекті сыбанып тастап, ұлттық мүдде жолында ғылыми шолу жасаймыз. Жоқ, ғылыми шолу емес, ғылымдағы тоқырау менен қоғамдық қайшылықтар, антагонизм туралы әңгіме қозғаймыз. Биыл 2024 жыл. Грузияда көтерілістер болып жатыр. ЛГБТ бір жыныстыларды көбейту үшін олар да қоғамдаса өз мүдделері жолында күресуде. Әлемде көптеген қақтығыстар, қоғамдастықтың, адамзат қоғамдастығының ішіндегі түрлі қайшылықтардың көбеюі туралы біз бүгін әңгіме өрбітеміз. Антагонизмді түсіндіре түсу үшін мен Гюнтер Андерстің «Адамзаттың тоқырауы» атты кітабына шолу жасамақпын. Философ Гюнтер Андерс көтерілістерді, әсіресе азаттық көтерілістерді басуда көп күш жұмсаудың қажеті жоқтығын дәлелдеген. Ол өз кітабында түрлі амал шарғыларды ғылыми дәйектеп анықтап айтып кеткен. Гюнтер Андерс өзінің «Адамзаттың тоқырауы» атты кітабында 5 мәселеге басымдық берген. Адамзатты тұқыртудың осы бір 5 айлы шарғысында адамзатты тұқыртып, адамдық борышын ұмытып, парызын ұмытып, адамгершіліктен жұрдай қылудың 5 айласын осы кітапта талдап жазған. Олай болатын болса, бірінші айла шарға. Гюнтер Андерс бірінші айласында балаларды туылғаннан бастап оны неге бейімділігін сынау қажет дейді. Және де оны сынап қана қоймай, адамды неғұрлым өзіне сенімсіздігін туғызатын, мынандай нәрсеге қабілетті, мынандай нәрсеге қабілетсіз деген сияқты бейімдік қабілеттеріне күмән келтіруді айла шарға менен енгізген. Бұның бір мысалға 2 мен оқыған балалардың мектепте олардың сана сезімінің естілігіне күмән келтіру және де балаларды қабілетсіз, оқуға жарамайды деп отырып, соларды қоғамнан шеттетуді мектептен бастауды ұсынған. Антагонизмдегі бағытында жазылған Гюнтер Андерстің адамзатты тұқырту кітабында керексіз білімдерді көбейтуді айтқан. Мысалға, біздің Қазақстан Республикасының заңында пәндерді таңдап оқу құқығы берілген балаларға. Алайда Гюнтер Андерс адамдарды пәндеп таңдап оқу емес, мәжбүрлі пәндерді, оның ішіндегі биология сияқты керексіз пәндерді енгізу. Керексіз білімде Гюнтер Андерс адамдардың оқымаған сайын, білімсіз болған сайын, олардың тар пейілді болатындығы, олардың сана көкжиегінің тар болатындығы, және де олардың қамаудағы тауық сияқты, қорадағы мал сияқты білімсіз адамдарды басқару жеңіл болатындығын осы керексіз білім тақырыбында ашып жазған. Но основные знания, грамматику, математику, поведение среди людей он обязан суметь сформулировать, во-первых, чего он хочет от них и что он может дать им взамен. Просто чтобы потребовать, либо подчиниться. Образование помогает терпеть унижение. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Образование – это значит жить дольше. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче. Кстати, богаче пишется без «т». А в слове «лучше» после «у» идет «че» – «лучше». То есть с удовольствием образованный живет. Богатый созерцает, что он получает, а образованный сравнивает, что видит, с чем-то внутри себя
и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. Образованный понимает темного человека. Темный не понимает образованного сынок. Бұл конустық білімдер адамдарды тұқыртып, адамдарды адастыруға негізделген. Мысалға, сондай-ақ керекті адамзаттың жаһандық құзыретіне оң әсер ететін қаржылық білімді жоқ ету, сондай-ақ ұлттық мүдде жолындағы қисалар менен дастандарды жоқ ету, елде зияткерлік мектептер ашу, балалардың құқығын бұзу, дарынды, дарынсыз деп балалардың құқығын бұзу осы Гюнтер Андерстің бастамасымен ашылған. Гюнтер Андерс өзінің адамзатты азғындату жолында жазылған кітабында адамзатқа ғылымды қолжетімсіз етуді талдаған. Мысалға, ол ғылымды адамдарға қолжетімсіз ете түсіп, элиталық топтарға ғана ғылымды қолжетімді етуді көздеген. Мысалға, Қытайдың философы Конфуций жалған ғалымдардың көбейіп, том-том кітаптар жазып, ғылымды өмірді қиындата түсуін айтқан. Сондай-ақ ғылымға бару жолында магистратураның өзінде ағылшын тілін білуді міндеттеу, сондай-ақ IQ тесттерінің көбеюі, ғылымда керексіз Қазақстанның ғылымына тұсау салып отқан көптеген қиындықтар бар. Оны ғалымдар айтуда. Соның бірі ғалымдардың мақалаларын IQ1, IQ2 сияқты танымал журналдарда, сондай-ақ әлемдік журналдарда, ғылыми журналдарда жариялап, ғалымдардың кімнің нағыз ғалым екенін сол журналдардан тануды қолға енгізді. Мінекей, антропогенизм дегеніміз осы, адамдардың тұқыруы. Ал әйтпесе, қазақ тілі ғылым тіліне айланбаса, оны тәуелсіздіктің керегіне Гюнтер Андерс ғылымға екінің бірінің қол жетпеушілігін айла шарғымен жазған. Осы біздің қазақ елінде осындай айла шарды бар ма? Не үшін ғылымға қол жетімсіздік болу керек? Не үшін қазақ тілі ғылым тілін айланбау керек? Әлде Әлкей Марғұлан менен Қаныш Сәтбаев ағылшынша білді ме екен? Әлде диссертацияларын ағылшынша жазып, орысша ойланды ма екен? Гюнтер Андерстің адамзаттың азғындауы шығармасында адамдарды философиядан, қазақша айтқан кезде пәлсападан алшақтатуды көздеген. Ол осы шығармасында адамдарды қалай санасын улауды теледидардан бастауды ұсынған. Біз қазақ елі теледидардан қиын жағдайға душар болған Бишімбаев пенен Қалаулымды көремізді көріп отырғанда, біз өміріміздің қалай өтіп атқанын байқамай қаламыз. Адамдардың ең уайымдайтын адамы ол өз тағдыры. А біз болсақ теледидардың алдында жиналып алып, біреудің тағдырына судья болып, өзімізге адвокат болуымыз осы әділеттік па? Осы да Гюнтер Андерстің шығармасында жазылған. Адамдар теледидарда ойын сауыққа және де мәнсіз бағдарламаларды көріп, олардың азаттық ақыл туралы ойламауы, ұлттық мүдде туралы ойламауы, көтеріліске шықпауы теледидардан бастау алады деген. Бұл қазіргі ақпараттық дәуірдегі үлкен айла шарғының бірі болып табылады. Гюнтер Андерс кезінде Гитлерде музыканы пайдаланғанындай, музыканы көбейту керек деген. Қоғамдық орындарда әуендерді, жеңіл әуендерді, музыканы көбейтіп, халықтың барлығын музыкаменен баурап ұстауды осы шығармасында жазған.
Менің бір оқығанымда Әл-Фарабидің 13 ноталы хатқа түсіріп, кейіннен оның көбігі адамдарға зиян болады деп, нотаға 7-еуін ғана қалдырғандығын мен Егемен Қазақстан газетінен оқыған едім. Алайда діннің өзінде мұсылманшылықта асыра әуен құмар болу бұл адамның азғындауға алып келетіндігін жазылған. Сондықтан музыкаларға, жеңіл ойын сауықтарға құмар болу бұл адамдарды деградацияға түсіреді. Сондай-ақ осы философиялық дағдарыс тарауында адамдардың эйфорияға берілуі, эмоцияға басымдық берілуі жазылған. Мысалға адамдардың көбі жақсылардың жағасын жырттым деп жаһанға жар салуы бұл кез заманның белгісі болып табылады. Оның бірін айта кетейін, ғалымдардың дін өкілдерімен айтысуы және де тәңіршілдердің көбеюі осы Гюнтер Андерстің айла шарғысының бірі болып табылады. Сондай-ақ қазақтың ер азаматы Бекболатты отырып алып ғайбаттау ол да Гюнтер Андерстің айласы болып табылады. Адамзаттың азғындауы атты осы Гюнтер Андерстің шығармасында маңыздысы 5-шісі. Бұл құндылықтарды құнсыздандыру деп аталады. Гюнтер Андерс құндылықтарға мән бермей, оның ішінде ұлттық құндылықтарды құнсыздандыру туралы ашып жазған. Мен сіздерге бұрында қазақ үшін жобамда айтқандай, ЦРУ қызметкері Ален Далестің қалай жаһандық айла ойластырғанын мен сіздерге әңгімелеп берген болатынмын. Гюнтер Андерс адамзаттың азғындауы атты шығармасында адамдарды сиыр сияқты, мал сияқты қарап, оларды ақпаратпен баурап, түрлі айла шарғылар ойластыру арқылы көтеріліске шықпауын көздеген. Ал енді ес жиып, айналаға қарап, азат ақыл туралы ойланған адамды өзінің ұлттық мүддесіменен, өзінің дінін, ата баба жолын, ғылым, білімді, ақиқатты іздеген адамдарды ессіздер қатарына қосып, экстремист менен террорист деп абақтыға және жындыханаға жатқызу ой салған Гюнтер Андерс болатын. Олай болатын болса, біз қазақ елі қайтпек керекпіз. Мөңкөбейдей көреген ақылманы бар, қазақ елі қайтпек керек. Бұны біздің қазақтың Нострадамусы Мөңкөбей атын ала айтып кеткен болатын. Біз кер заманға дәл келіп тұрмыз. Кер заманға келмесек, ғалымдар менен діншілдер айтысады ма әлеуметтік желіде? Қараңызшы, не үшін тәңіршілдер көбейді? Себебі қазақ елінде түрлі мақсатты көздеген мүддесі бар топтардың бар екенін жоққа шығара алмаймыз. Алайда біз унитарлық мемлекет құрып отқан қазақ елінің ұлт жанды, ұлтшыл азаматтары қарап та отыра алмаймыз. Сондықтан бізге қайтпек керек. Ал енді сіз қарап көріңіз. Кеше ғана әлеуметтік желіде үнді киімін киіп алып, мына билеген азамат қазақ ұлтының ар-намысын, қазақ жігіттерін қорлады. Ал сондай-ақ тойларда, болмаса 8 наурыздарда әйелін разы қылам деп асханадан шықпай жүргендер Мөңкөбейдің кер заман шығармасын оқыды ма екен? Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сыр бермей, ертімейім жаныма дауы, бүкіл әлем сен маған ауы. Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сыр бермей, ертімейім жаныма дауы, бүкіл әлем сен маған ауы. Жүрек ақылды тыңдамайды, бөлек жанды қалайды, өзіңді ойламай бір күн өтсе шіркін, махаббатта сыналмай өтер ме бір түн, өзіңді
кер заманның қандай болатындығын біле ме екен? Не үшін ЛГБТ бір жыныстылар басымдыққа ие болып келе жатыр әлем бойынша? Не үшін серп тұл болып әйелдер би болды? Не үшін қазақ елінде ер мұғалімдер азайып, әйел мұғалімдер көбейді? Өңкөбейдің кер заман шығармасын оқыңыздар. Және де біз қазақ еліндегі патриоттар бұлай отырмаймыз. Бізге қайтпек керек. Бізге біріншіден адам болу керек. Біз мектептерден, балабақшадан оны маман болуға емес, оны робот болуға емес, біз адамды адам болуға тәрбиелеуіміз керек. Бұл туралы Төле би атаңның баласы болма, адамның баласы бол деген. Міне құндылық, міне ата жолы. Екіншіден, ұлттық құндылықтарымызға аса мән беруіміз керек. Салтымызға, жеке бас салтымыз менен дәстүрімізге адал болуымыз керек. Ұлттық мүддеміз бүгінгі күнде біртұтас тәрбие бағдарламасы менен мектепке кіріп отырған құндылықтар жүйесін қолдауымыз керек. Не үшін біздің балалар Z дәуіріне сәйкес романдарды оқымау керек? Не үшін біздің жастар дастандар мен қиссаларды оқымау керек? Мінекей, біз ұлттық құндылықтарды керекті білімменен ұсынуымыз қажет. Антагонизмде адаспаудың бір жолы, қоғамды бір-біріне қарсы келуден сақтаудың бір жолы, бұл ғылым менен дінді бір-біріне айдап салмау болып табылады. Ғылымды ұсталған Әл-Фараби, Ибн Сина адамзаттың дамуына зор үлес қосқанын ұмытпауымыз қажет. Дін менен ғылымды біріне қарсы қою ол антагонизм болып табылады. Сондай-ақ біз ақпараттық дәуірде ақпаратты игілікті пайдалануымыз керек. Теледидарымызда ұлттық салт дәстүрді және де ұлттық құндылықтарымызды, ғылымды, ақиқатты танитын бағдарламаларды көбейтуіміз қажет. Бұл бағыттағы Абай мен Телеарнаны кім көреді? Кімге қажет бұл құнды арналар? Әңгіме тыңдайтын жастар жоқ болды. Сонда біз Z дәуірі деп отыра беруіміз керек па? Z ұрпақ дәуірі деп мектеп бағдарламасына жаһандық құзыреттілікке жататын, қаржылық білім, ақша туралы ақиқатты айтатын пәнді енгізіп, адал жолменен ақша тауып, адамдық борышымызды сақтайтын керекті білімді игергізетін кез келді. Осындай бір жыныстылар менен жақсылардың жағасын жыртқан қоғамдағы үлкен өзгерістерде адамшылығымызды сақтап, адам болып қалуды Алла бізге нәсіп етсін.